Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен желіде хит болып жатқан қожелі мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Қамыры жұп-жұқа, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен мантымыздың қамырын елеп аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы су және 2-3 ас қасық сұйық май қосамыз суымызға. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды қосып, үстінен 1 жұмыртқа салып, ыдысымыздың ішінде жақсылап араластырып аламыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыздар. Ал енді ұнымызға жаңағы жұмыртқалы массамызды салып, қамыр елейтін боламыз. Ең алдымен қамырымызды қасығымыздың көмегімен, одан соң қолымызбен жақсылап қамыр елейтін боламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп, өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Мінекей қамырымызды елеп алдық. Енді пакетімізге салып, бір 10-15 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Жылтырап, өте әдемі болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Себебі қамырымыз жаюға ыңғайлы болу үшін жұп-жұқа қылып жаятын боламыз. Осылай 3 бөлікке бөліп алған соң қамырымызды демалдыруға пакетке салып қоямыз. Шамамен 10-15 минут аралығында июі қанған қамыр жұмыс істеуге өте ыңғайлы болады. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына менде осындай майдалап туралған ет. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, салмасын өте дәмді болып шығады. Және пияз қажет болады. Пиязымызды осылай жұп-жұқа қылып турайтын боламыз. Себебі қамырымызды тез кетпеу керек. Жаңағы майдалап туралған етімізді сковородкаға салып, табамызға салып, бір қуырып аламыз. Одан соң үстіне пиязымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштеріңізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей салмасы осындай әдемі болып шығады. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет рецептермен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мінекей қамырымыз дайын болды. Ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымыздың жұқалығы артынан күн көрінетіндей болуы керек. Осылай манты кескен сияқты кесіп аламыз. Біздің мантымыз жұқа, үлкен болғандықтан, дәл видеодағыдай мұқият қараңыздар. Шамамен 20 сантиметрдей болуы керек. Бұл мантының дәмділігі, бір дәмнің ерекшелігі қамырында. Қамыр міндетті түрде жұп-жұқа қылып жайыңыздар. Мінекей барлығын осылай үлкен-үлкен 4 бұрышты қылып кесіп аламыз. Қамырларыңыз осындай жұп-жұқа, астынан күн көрінетіндей болуы керек.
Ал енді салмасын салып мантымызды түйетін боламыз. Дәл видеодағыдай салмасын салып түйіп алыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Салмасын дәл видеодағыдай осылай аз ғана салатын боламыз. Барлығын жақсылап түйіп алған соң, листімізді майлап, мантыларымызды орналастыратын боламыз. Жақсылап майлаңыздар. Бұл манты майды жақсы көреді. Қалған мантыларды дәл осылай видеодағыдай түйіп, осылай листімізге орналастыратын боламыз. Дайын болған мантыларымызды шамамен 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей мантымыз пісті. Үстінен майымызды жағып, паприкамызды себетін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріп, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұқа. Алдыда тағы да қандай рецепттер күтесіздер, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдырып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.